Гарри Синклер Льюис 1885 жылы 7 ақпанда дүниеге келген. Америкалық жазушы, репортер, әдебиет бойынша ақш-тағы алғашқы Нобель сыйлығының лауреаты. Шығармаларының ішінен ұзақ жылғы еңбегімен түрлі мансапқа қол жеткізген Американың көптеген еңбекші әйелдерінің бірінің тарихы жайындағы «Работа» романы ерекше орын алады. «Работа» шығармасында жазушының беллетристен әлеуметтік тақырыпқа бейімделе бастағаны байқалды. Бірақ Льюистің шығармашылығындағы сапалы өзгеріс тек радикалды америкалық зиялы қауым үшін 1920 жылдардағы көркем әдебиеттің туына айналған «Главная улица» романы пайда болған уақытта анық байқалды. Бұл кейіпкерлердің мінездері мен тағдырлары жан-жақты көрсетілген америкалық орта таптың өмірін ауқымды және ерекше дәл сипаттаған еңбек болды. Синклер Льюистің Американың қазіргі авторына ғылымның жағдайын көрсеткен Эроу Смит романы жазушының осы кезеңдегі басқа әшкерелеуші романдарының арасында оң бағдарламаның болуымен ерекшеленеді. 1929 жылы Льюистің Мэрионың тоқыма жұмысшыларының ереуіліне жазушы куә болған арналған «Дешевая и довольная рабочая сила» памфлеті шықты. Онда ол жұмысшылардың жағында болды. Кейінгі жылдары Льюис көптеген шығармалар жазды, бірақ бұл еңбектерінің ешқайсысы оның бұрынғы шығармалары секілді сәтті болған жоқ.